Сәлем достар, менің есімім Олжан болады, мен Төрежан мектебінде жұмыс жасаймын. Жас ұстазбын. Сіздермен бүгін осы видеода өзімнің осы 4 жыл ішінде жинаған тәжірибемен бөліскім келеді. Мені қолдап кетіп, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Мен бөліскім келеді, ең алдымен осы тәжірибелердің ішінде сабақ өту барысында баланың көңіл күйіне мән берген дұрыс деп ойлаймын. Баламен бірге ортақ бір тіл табысып алу керек деп ойлаймын. Баланың көңілін сеніміне кіріп, баланың көңіл күйіне мән беріп, сосын барып сабақты бастаған дұрыс. Мүмкіндігінше біз нәтижені алуға тырысуымыз керек. Кішкене қадамдардан күнделікті жұмыс жасап, сол арқылы біз нәтижеге жете аламыз. Ең алдымен баланың көңіл күйі болса, енді келесі кезекте күнделікті жұмыс. Біз алатын нәтижеге байланысты, егер даярлық сыныппен болатын болса, соған байланысты өзіміздің жоспарымызды құрып аламыз. Осы күні мынаны өтемін, ең басында. Әрқашан бастаған кезде жұмысты кішкене ғана қиындатпаймыз. Жеңіл тапсырмадан ауырға қарап жүріп отырамыз. Сонда балалар сабақтан қашпайтын болады. Әрбір тапсырманы мүмкіндігінше ойын түрінде беруге тырысыңыздар. Өздерінің арасында ойын, мотивация, баланы шабыттандырып отырып өткен дұрыс. Сонда бала шабыттанып өзінің қалай сол тапсырманы орындағанын байқамай қалады. Және келесі, баламен жұмыс барысында ата-анамен тіл табысуымыз біздің өте маңызды. Екі жақты жұмыс болу керек. Тек қана мұғалім тарапынан емес, ата-ана жағынан да, ата-ананың тарапынан да қолдау болатын болса, біз керемет нәтижеге жетеміз. Ол үшін біз әрқашан мұғалімдер, ұстаздар, баламен жұмыс барысында ата-анамен сөйлесіп, ата-анаға жоспарды, біздің қалай жұмыс жасап жатқанымызды түсіндіріп отыруымыз керек. Сонда ата-ана түсінетін болса, ол үйден қадағалайды баланы, біз мектептен қадағалаймыз. Сонда керемет нәтижеге, өте керемет, ақылды, білімді тұлғаларды біз қалыптастырамыз. Келесі кезекте мен ойлаймын, менде жас маман болған соң көп нәрсені әлі де білмеймін, үйрену үстіндемін. Оны әлеуметтік желілерден, инстаграмнан, ютубтан көремін, кейде телеграмнан көремін, мектептегі жас үлкен ұстаздардан сұраймын білмегенімді барып. Негізі сұрау ол ұят емес. Ол қайта сені ізденгенін, қайта сен балаға көмектескің келетінді білдіресің. Сол үшін ұстаздар, мен ойлаймын, жас ұстаздар ешқашан ұялмаңыздар сұраудан. Мен білмеймін деп айту, ол күнә емес, ол қате емес, ол қайта жақсы. Сені мойындап, сол арқылы сен өз-өзіңді дамытып жатырсың, ізденіп, тағы да бір білімге, материалдарға қарай сен өзіңді қайта дайындап жатырсың. Және де келесі кезекте біз ешқашан өзіміздің өсуімізді, дамуымызды тоқтатпауымыз керек. Мен де мысалы қазіргі таңда 2-ші курс магистратурада оқимын. Мектепте жұмыс жасаймын жарты күн, және де магистратурада оқимын. Сол арқылы өзімнің білімімді шыңдап жатырмын, өзімді дамытып жатырмын, диссертация жазып, соның тақырыбы бойынша балаларды зерттеп. Сондықтан білімді әрқашан алып, өзімізді жетілдіріп отыруымыз керек. Қазіргі таңда балалар өте қатты дамып жатыр. Олар жай ғана біздің қағазбен жұмыс жасағымызға қарамайды, олар оған көңіл аударғысы келмейді. Сондықтан біз жаңашыл ұстаз ретінде өзімізді дамытып, қазіргі таңда біз қолданып жатқан технологияларды пайдаланып, балаларды қызықтырып отыруымыз керек деп ойлаймын. Әрине, ең бастысы ол балаға деген махаббат. Балаға махаббатпен қарап, шын көңілмен сен үйретпейтін болсаң, өте қатты өзінің энергияң кетіп қалады. Өйткені сенің көптеген оның қылықтарын көтере алмайсың, еркеліктерін көтермей ашуланасың, ол арқылы сенің денсаулығың кетеді, біріншіден өзіңді шаршайсың қатты, екіншіден баланы да қинайсың. Бала ол сезеді, барлығын да сезеді. Сен қазір қандай эмоцияны кешіп тұрсың, барлығын сезеді. Сондықтан ең алдымен өзіміздің мамандығымызға деген махаббатымызды оятамыз. Оны талдаймыз, көреміз, бізге деген қандай плюстары бар деп өзінің санамызда соны қойып аламыз. Сосын өзіміздің мамандығымызға махаббатымызды ашып, сол арқылы баламен жұмыс жасаймыз. Сонда біз мүлдем шаршамаймыз, үйренеміз. Мен бірінші жылдары жұмысқа кіргенде өте қатты шаршап қалатын едім. Бірақ кейіннен өз-өзімен жұмыс жасадым. Бұл менің ұстаздық жолымдағы ең алғашқы кеңестерім. Қазір мен енді өзімді дамытып, осы YouTube каналымды жүргізгім келіп жатыр. Себебі
мен өзімді жан жақты дамытып, адамдарға да, оқушыларға да пайдалы болғым келеді. Ең алдымен өзіме де пайдалы болғым келеді. Жай ғана бір жерде тұрып қалғым келмейді. Барынша дамып, білім алып, қоғамға пайдалы болғым келеді. Маған жазылып, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Кеңестеріңіз болса, сіздерді тыңдаймын. Комментарияға жазып кетіңіздер.